Армысыздар, құрметті көрермендер. Жоғалған адам табылып, алдарыңызға жарты жыл салып келіп отырмын. YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бұл канал кітап оқуды жақсы көретін, оны талқылап, оның ішінде көркем әдебиетті түсініп, түйсініп, жанына жақын тұтатын көрермендер үшін, оқырмандар үшін арналған. Мен есімім Ақерке. Біз каналда әртүрлі көркем әдебиетті, қазір мен қандай әдебиет оқып жатырмын, қандай кітап оқып жүрмін, қандай авторларды тауып, оның ішінде қазіргі заман авторларына баса назар аударуға тырысамын. Соңғы кезде оқып жүрген, оқуды жоспарлап жүрген кітаптармен, жаңа танысқан авторлармен сіздерге видео түсіріп бөліскім келіп отыр. Көп созбай, бұл видеода нақты бір кітап туралы ешқандай обзор болмайды, өкінішке орай, себебі дайындалып үлгерген жоқпын. Бірақ айтарым бар, оқыған кітаптарым да біраз жиналып қалды, міне жанымда тұр. Оқиын деп жүрген кітаптарымда, кейбір кітаптарды мен бір әңгіме үшін алған кітаптарым бар арасында. Соларды сіздерге қысқаша таныстырып өтемін. Егер де осы кітаптардың ішінде сіздің қызығушылығыңызды танытқан бір автор, роман, әңгіме болатын болса, онда міндетті түрде каналға жазылып, астында пікір қалдырыңыздар. Сонда мен сол кітапқа бірінші кезекте видео обзор түсіруге тырысамын. Қандай кітаптарды сіздерге көрсетіп үлгердім, есімде жоқ тіпті. Дегенмен, мені жазда оқыған кітаптарымның бірі «К востоку от Эдема». Бұл кітап туралы айтарым көп. Тіпті мүмкін каналда айтып өткен де шығармын. Бірақ бұл кітаптың ерекшелігі осы Джон Стейнбектің «К востоку от Эдема» романын оқығаннан кейін, бұған дейін тек қана оның «О людях и мышах» деген повестін оқыған болатынмын. Маған Джон Стейнбектің барлық шығармашылығын оқуға үлкен талпыныс берген роман, яғни шабыт берген роман болды. Сондықтан да мен қазір мені бірінші томын қолымда ұстап отырмын. Джон Стейнбектің 6 томдық барлық шығармалар жинағын өзіме жазылып жатыр ма? Жазылып жатыр. Барлық шығармалар жинағын өзіме сатып алдым. Бұл кітапты тауып алған Wildberries'та бар. Көп жерде бар, бірақ бағасы сәл қымбаттатылып берілген. Осы Астанада Букинист бір магазин, дүкен таптым. Бірақ ол дүкен емес, бір жаңағы апайымыздың пәтерінде орналасқан кітаптар жинақтары екен. Өте көп кітап бар. Соның Букинист страницасын, парақшасын сіздерге қалдырамын. Егер қызықты болса қараңыздар. Мен Стейнбекті толық, барлық күнделіктермен, барлық мақалалармен, барлық Стейнбек туралы бүкіл шығармаларды, оның шығармаларын, ол туралы жазған шығармалар барлығын оқуға бел будым. Себебі бұл керемет автор. Маған өте қатты ұнады, оқу қызықты, бірақ әрине де бұл нағыз американдық автор. Яғни әлем бірдей оқитын, бәріне ортақ деп айту қиындау, дегенмен де әр оқырман өзінің іздегенін табады деген ойдамын. Бастысы өзінің жазу стилі өте қызықты. Әрине де мен ағылшын тілде оқыған жоқпын, бірақ мына аудармалары жаман емес, орыс тілдегі аудармалар керемет. Және тағы да мына жанымда тұрған кітап бөлек сатып алдым. Мына жинақта бар болғанмен Джон Стейнбектің мынандай әдемі кітабын аттап өте алмадым. Қарап отырсаңыздар, өте әдемі баспада шыққан екен. «Гроздья гнева» Стейнбектің ең танымал шығармаларының бірі. Бұл кітапты мен кезінде бакалавриатта оқып жүргенде электрондық нұсқасын оқыған болатынмын, бірақ шыны керек есімде нақты көп нәрсе қалмады. Сондықтан да қазір қолыма қарындаш ұстап, жаныма блокнотымды алып, осы кітапты қайтадан оқуды жоспарлап жүрмін. Жоспарлардың ішінде маған жаңа автор қосылды. Бұл Арчибальд Кронин, қазіргі таңда өте көп оқылатын авторлардың бірі. Автор туралы ештеңе білмеймін, бірақ көп отзывтарды көріп жүрген соң, осы YouTube каналында да көптеген пікірлерді тыңдап жүрген соң, оның «Цитадель» деген романын мен
неге бұл цитадельді таңдадым? Бұл кітап жеңілдікпен сатылып жатты, сол кезде сатып алып танысқым келіп жүр. Тағы да бір қызықты кітаптардың бірі, мен кітапханама қосылған, өте үлкен, көлемді. Бұл Рэй Брэдберидің шығармалар жинағы. Wildberries'тан таптым, бүгінгі киіміме де өте жақсы келісіп тұр екен. Рэй Брэдберидің бұл кітабын неге алдым? Бұл кітап маған ішіндегі бір ғана шығармасымен қызықты болды. «Канун всех святых». 90 жылдары, шатаспасам 94 жылы ғой деймін, бір мультфильм түсірілген болатын. Мен кішкентай кезімде есімде бар, телевизордан көргенмін. Сол мультфильмнің желісі өте қызықты, негізі ауыр тақырып екенін енді түсініп жүрмін. Соны көрген кезде есімде қалғаны по сюжету, повести Рэй Брэдбери деген сөз болған. Соны кейін қайттан қарап, мультфильмді, ескі мультфильм, әрине де қазіргі әртүрлі технологиямен түсіріліп жатқан анимациялық фильмдерге ілесе алмайтын шығар, бірақ мағынасы жағынан, тереңдігі жағынан өте қызықты шығарма болып маған көрінді, тіпті ғылыми қызығушылық тудырды. Сондықтан да мен Рэй Брэдберидің сол әңгімесін, повесін өзі қысқаша ғана осы кітапта оқу үшін алып едім. Бірақ бұл кітапта біріншіден үлкен, бірақ шрифттер өте кішкентай екен. Маған бұндай кітаптар негізі ұнамаушы еді, бірақ мен тапқаным осы болды. Сонымен қатар Рэй Брэдберидің ең танымал шығармаларын бірі «Вино из одуванчиков», «Лето, прощай» деген шығармалары қоса берілген. Жалпы Брэдберидің шығармашылығымен танысам деген адамдар үшін мына кітап өте қолайлы, себебі Wildberries'та қолжетімді, бағасы қымбат емес, арзан. Оның ішінде жаңағы басты шығармалар бар, сонымен қоса жаңағы «Канун всех святых» деген шығарма маған өте қатты ұнады. Электрондық нұсқасын оқыған болатын, бірақ шыдамай бәрібір кітап бетінде алдым, себебі қолыма қарындаш алып, солай кітапты дұрыстап оқыған маған ұнайды. Одан кейін тағы да бір кітап, Стейнбек. Негізі Стейнбектің бүкіл шығармаларын 6 томдықпен сатып алсам да, 6 томдықты ескі кітап болған соң қолым бара бермейді оқуға. Сондықтан да кейбір шығармаларын өзім іздеген, осындай кішкентай форматта сатып алдым. Бұл форматта кішкентай кітап болса алуға жақсы, ыңғайлы, кеңес беремін. Бірақ мынандай үлкен кітап болатын болса, мына кітап мысалы менде төгіліп қалды ортасына келгенде. Сондықтан да бұндай кішкентай форматты тек қана кішігірім шығармалар үшін алған дұрыс деп ойлаймын. Джон Стейнбектің «Зима нашей, тревоги наши». Бұл кітапты неге іздедім? Бұл кітап бір сұхбатта, шатаспасам, Стивен Кингтің ең баста мектепте өте сүйіп оқыған кітаптардың бірі. Сонымен қатар экранизациясы бар екен. Сондықтан да оқып көргім келеді. Стейнбек міндетті түрде маған ұнамайтын шығармасы жоқ. 100%, 200% маған ұнайтын автор екеніне көзім жетті. Себебі біраз шығармаларын оқыдым, енді бірақ толық бастан аяғына дейін оқуды көздеп жүрмін. Менің Латын Америка әдебиетіне деген ерекше махаббатым жайлы білесіздер ме, білмейсіздер ме? Мен докторлық диссертациямда осы Латын Америка әдебиетінің біраз Латын Америка әдебиетіне қатысы бар. Сондықтан да мынандай бір кітапты мен нақты қазір неге дәл осы кітапты сатып алғанын білмеймін, бірақ менде Борхестің кітабы болған жоқ. Барын электронды форматта оқығаннан кейін Борхестің «Алеф» деген шығармасы көзіме түсті. Қазір парсы тілін үйреніп жүрмін. Сол парсы тілінде, араб тілінде, жалпы османша да бірінші әріп, жаңағы таяқша «Алеф», «Элиф» деп аталады. Сол аты көзіме оттай басылғаннан кейін осы шығармасын сатып алдым, бірақ әлі оқыған жоқпын. Дәл осы кітап өте жұп-жұқа, тез-тез бір күнде оқып шығуға болатын еді, бірақ оқитын кітап көп.
менің 2021 жылы алғаш оқығаным, өкінішке орай, бірақ ең қатты ұнатқан шығармам, қазір мен оқу тәртібінде бір өзгерістер болып жатқанын байқаймын. Оқырман ретінде талғамым да өзгеріп келе жатыр екен. Осы жылы мен өзіме үлкен шығарманы аштым. Бір керемет автормен өзіме енді бір кітабына бұл керемет деп отырмын. Дегенмен де қатты ұнаған ғылыми фантастика жанрындағы бестселлер, классика, бестселлер деген жай шаруа, классика шығарма бұл Дюна, Фрэнк Герберттің шығармасы, романы. Дюна 2021 жылы киносы шыққаннан кейін, киносы шығады дегеннен бері үлкен танымалдылыққа ие болды, қайта басып шығарып жатыр. Негізінде бұл 60-70 жылдар жазылған шығарма. Сол кезде классикаға айналған, сол кезде қаншама көп емес, бірақ бірнеше экранизация болған, бірақ сәтсіз болған экранизациялар бар, мүлдем шықпаған экранизациялар бар. Дэвид Линч түсіріп, бірақ шығармаған киносы бар, немесе сериал ма есімде жоқ. Себебі бұл шығарманы түсіру қиын шығар. Енді мен түсіндім. Киноны көрместен бұрын кітабын оқыдым. Бұл кітапты оқып үлгердім. Бөлек өзім айтып бергім келеді. Қазір бұған уақыт бөліп тоқталғым келмейді. Себебі бұл кітап бөлек жеке талдауды талап етеді. Мен өте қатты қызығып, өте беріліп, сонша барлығын өзінің жүрегіме жақын көріп, әр сөзінен бір ерекше ләззат алып оқыған кітабым бірі осы Дюна болды. Керемет кітап, айтарға сөз жоқ. Бұл ғылыми фантастика болса да, бір сондай классикалық баяндау мәнерімен жазылғандықтан маған орта ғасырлық әдебиеттен де бір хабар берген сияқты, 19 ғасыр әдебиетінен де хабар берген сияқты, білмеймін енді. Оқығандарыңыз болса, міндетті түрде, немесе киносын көрсеңіздер, жазып отырыңыздар. Осы кітаптардың ішінде, мына кітапты мен көрсеттім ғой деймін. Тоқталып өтпейін, канадалық жазушы Робертсон Дэвис, Мантикора, пятый персонаж, мир чудес. Бұл фэнтези жанрындағы классик жазушылардың бірі. Бірақ көп танымал емес. Сондықтан да алып, оқып, бәрін оққан жоқпын. Ішінде кейбір шығармаларын оқып шықтым. Шығармалар көп ішінде. Әлі бұған тоқталу керек. Жеке түсінген жоқпын, бірақ маған ұнады. Оқыған нәрселерім ұнады. Мен фэнтези, фантастика жанрын өте жақсы көретінді түсіндім. Осы жылы деймін, қазір 22 жыл, бірақ 21 жылы шыққан кинематограф әлемдегі жаңалықтардың бірі, ол Ведьмак, Сапковскийдің Ведьмак шығармасы бойынша екінші сезон сериал жарыққа шықты. Маған өте қатты ұнады. Бірінші сезон маған ұнады деп айта алмаймын. Тіпті соңына дейін қарап үлгерген жоқпын, бірақ мына кітапты оқып бітірген жоқпын. Бастап едім, бірнеше кітапты оқып жатқандықтан осындай кішкене жартылай күйде қазір қалып отыр. Ведьмак, Андрей Сапковский, бұл классика, жастардың көбісі жақсы көреді, менің студенттерім жақсы көреді, менің бауырым жақсы көретін кітап. Сондықтан да бұл кітап туралы да бөлек, егер көңілінен толық шығатын болса, онда міндетті түрде айтып өтемін. Менің ойымша қазіргі жастар, жас бүлдіршін балалар, жаңағы подростковый период дейді ғой, жастардың 14-18 аралығындағы жастардың не оқып, не істейтінін, неге қызығатыны туралы міндетті түрде қарап біліп жүру керек. Сондықтан да осы кітапқа мен сол үшін назар аударған едім. Теодор Драйзердің мен басқа шығармаларын оқығанмын университет кезінде, бірақ финансисті оқымаған екенмін. Сондықтан да алып бастадым, әлі аяқтаған жоқпын өкінішке орай, бірақ маған өте қатты ұнап жатыр. Жалпы классикалық шығарма маған ұнамауы мүмкін емес, егер ол Эмиль Золяның шығармасы болмаса. Золя, мысалы, мен өте қатты ұнатпаған авторлардың бірі болды. Ал былайда классикалық шығармалар маған өте қатты ұнайды. Тағы да 2022 жылы кинокомикс әлеміндегі үлкен жаңалықтардың бірі,
Марвел комикстер сюжетінің желісі бойынша Морбиус атты кейіпкердің жеке фильмі шығады. Бұл фильм осы қаңтар айында шығу керек болатын, бірақ шыққан жоқ. Наурыз айына, шатаспасам, омикрон үшін наурыз айына ауыстырды шығу датасын. Бірақ мынандай әдемі кітапты маған бауырым сыйлады. Бұл кітапты мен әлі бастаған жоқпын. Январь айында, қаңтар айында шығатын фильмнің алдында оқимын деп ойлағанмын. Бұл комикс емес, ең қызығы, бұл кәдімгідей кітап, қара сөзбен жазылған. Сондықтан да осындай кітаптар бар екенін білмеген де екенмін. Морбиус жалпы бұл Марвел комикстер әлемінде вампир кейіпкер. Америка үшін жалпы вампир образы өте маңызды екенін білем. Бұл Морбиустың образы маған 94 жылғы мультсериал арқылы таныс. Мен бала кезімде өзім жақсы көрген мультсериалдардың бірі Человек-пауктың, өрмекші адамның қарсыласы Джаред Лето ойнайды. Басты рөлді кино шығардың алдында, енді қазір наурыз айына датасын ауыстырғаннан кейін сол киноның алдында оқимын деген жоспарым бар. Көреміз. Морбиус мына өте қызықты. Осындай обложкасы бар. Комикс туралы айтып өттік қой. Мен жанымда тағы да бір жаңа комикс, бірақ бұл комикс жаңа болғанда өзім сатып алған жоқпын. Бұл менің құрбым Альбинаның үлкен баласы, тұңғышы Алихан деген керемет кішкентай бала бар. Сол баланы сол бүлдіршіні маған сыйлаған сыйлығы, сондықтан да бұл комиксті маған ерекше өзім жылулықпен сіздерге көрсеткім келіп отыр. Дэдпул жалпы өте қызықты персонаж ғой. Өзінің комикстер әлемінде өмір сүретін білетін, өзінің кейіпкер екенін білетін персонаждардың бірі. Мен өте жақсы көремін, киносын да көрдім. Бір-екі комиксында біздің үйде бардың бауырларымда. Мына комикс Дэдпул против Таноса қызықты, әлі қарап көрген жоқпын, үлгерген жоқпын. Жаңа жыл алдында маған Алихан сыйлаған болатын. Каналда көрсеттім ба, көрсеткен жоқпын ба, бірақ өте қызықты кітаптардың бірі бұл «Бегущая с волками» Эстестің кітабы. Бұл өте танымал кітап. Бұған қандай да бір презентация жасаудың қажеті жоқ сияқты. Өте танымал кітаптардың бірі. Маған ұнағаны, бұл кітап өте қызықты жазылған екен. Яғни бір әдеби көркем шығарма сияқты жазылған. Сондықтан да бұл туралы бөлек айту керек. Бірақ бұл кітап нон-фикшн жанрында, яғни қаншалықты қызықты болатынын білмеймін, бірақ маған өзіме ұнады. Әдебиеттанушы ретінде филологтарға міндетті түрде оқу керек деп ойлаймын. Барлығын көрсеттім ба? Мыналарды көрсеттім. 2021 жылдың басты жаңалығы, 2021 жылдың басты кітабы, басты романы. Бұл кітап туралы егер мен қолым жетсе, міндетті түрде бөлек обзор жасағым келеді. Квентин Тарантиноның дебюті, алғашқы шығармасы, алғашқы романы. Барлықтарыңыз білесіздер, 2019 жылы шатаспасам, 2019 ғой деймін. «Однажды в Голливуде» деген Тарантиноның киносы шыққан болатын. Ол кино басқа оның шығармашылығындағы ең ерекше кинолардың бірі, маған қатты ұнаған болатын. Сол кезде сол киноны романға бергісіз дүние екен деп бағалаған болатынмын. 21 жылдың соңында мынандай керемет жаңалық шықты. Квентин Тарантиноның «Однажды в Голливуде» роман кітап болып басылып жарыққа шықты. Роман кинодағы сюжеттен кішкене өзгешеліктер бар. Сондықтан да киноны көрдім, енді романын неменеге оқимын деген сұрақ туындамау керек. Оқып көріңіз, егер Квентин шығармашылығы ұнаса, жалпы Голливудтың 60-70 жылдардағы атмосферасы ұнаса оқыңыздар. Жалпы модернизм жанрындағы жақсы роман, Америка әдебиетінен бір жақсы роман, қазіргі Америка әдебиетінен бір жақсы роман оқимын десеңіздер, осы кітапты оқуға кеңес беремін. Мен бұл кітап туралы әрине де бөлек обзор жасағым келеді, бірақ енді қазір мен жасаймын деп үлкен жоспарлар құрмай қояйын, себебі кейде видео түсіру қиын болып жатады.
дегенмен де барлығын көрсеттім ғой деймін. Барлығын көрсеттім. Тек бір ғана кітап қалды, ерекше кітап. Мен ұстазым Гүлден Мұратқызы, Гүлден Фаткулла, араб биінің араб биі, шығыс биі әлеміндегі жарық жұлдыз, біздің отандасымыз Гүлден ханым маған Түркиядан керемет жаңалық, керемет сыйлық алып келді. Бұл Орхан Памуктың «Қырмызы сачлы kadın». Менің атым Қырмызы деп қазақша аудармасы бар. Бұның орысшасын оқыған едім. Орысшасы қалай, дәл қазір ұмытып тұрмын, жазып қоям. Бұның орысшасын оқыдым мен. Бірақ түрікше азды көп білетінім бар. Тіпті түрікше кітаптарды оқуға жаттығып жүрмін. Төселіп қалдым деп айтуға болады. Орхан Памукты менің білуімше Түркия елінде көбісі жақсы көрмейді. Енді бір атақты жазушылардың бірі болғанмен әлемде көбінесе ТМД мемлекеттерінде Памукты жақсы оқиды. Түркияның өзінде Памуктың беделі жоғары емес қой деймін. Нақты білмеймін, бірақ енді сол жақта білмеймін. Солай естідім Түркияда болғанда. Бірақ мен өзім Памукты өте қатты жақсы көремін. Өте әдемі жазылған шығармалар, ерекше тақырып, батыл тақырып, сюжеті өте тартымды. Білмеймін, Памукты не үшін, қалай жақсы көрмеуге болады деген сияқты. Маған десеңіз, осы уақытқа дейін оқыған бірнеше шығарма бар, соның барлығы қатты ұнады. Оның ішінде 2021 жылы шыққан Веба кежелері әлі бітірген жоқпын, себебі өте ауыр, роман кішкене үлкендеу, бірақ осы ортасына асып түстім. Соның өзі жаңа шығармасы өте қатты ұнады. Обалы түндер, осы пандемияға байланысты сияқты, негізі бірақ оны 5 жыл бұрын жаза бастаған еді. Міне осындай жаңалықтар, осындай кітаптармен қазір менің айналам қоршаулы, оқып жатқан кітаптарым, оқиын деп жүрген кітаптарым, оқыған кітаптармен азды көп сіздермен бөлістім. Қандай да бір шығарма туралы білгілеріңіз келсе, нақты ақырке осы тақырыпта түсірсең, мен қуана тез түсіремін. Әрине де бұл қаншалықты қажет екен білмеймін, бірақ қазақша буктюб болу керек сияқты, көрермен 1-2 болса да, 5-6 болса да, 100-200 болса да, қазақша бір буктюб болу керек деген ниетпен ашылған канал еді. Сондықтан да жазыңыздар, пікір қалдырыңыздар, қандай кітап оқып жүрсіздер қазір, қандай кітап оқуларыңыз келеді, немесе қай кітап туралы пікір таластырып осындай каналда видеодан көргіңіз келеді, соны жазып кетіңіздер. Міндетті түрде сіздермен болған Ақерке Асан, әдебиеттанушы. Келесі видеода кездескенше.